Сәлем достар, мен бүгін сіздерге Marihels компаниясының ең керемет өнімі Yodem Kelp туралы айтатын боламын. Егер бұл сіздерге қызықты болса, менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Yodem Kelp өнімі ламинариядан әзірленеді. Енді ламинария туралы толық мәлімет беретін болсам, ламинария балдыр күйінде кез келген теңіз тұзды тереңде өседі. Оның жапырақтарының ұзындығы 20-30 метрге дейін жетеді. Ламинарияның құрамында А, В, С, Д, Е тобындағы 11 дәрумен, белок, амин қышқылдары бар. Ол тұзды суда өскендіктен натрий, хлор, магний, калий, кальций, йод, темір, бром, марганец, тағы сол сияқты макро-микроэлементтерге бай. Қоңыр балдырлар ламинарияның барлық түрлерінің ішіндегі йодтың ең бай көзі болып табылады. Олар Yodem Kelp жаңа өнімінің негізін қалады. Осы қоңыр балдырлардан ламинариядан жасалған Yodem Kelp келесідей мынадай ауруларға ем болып табылады. Йод тапшылығының алдын алады. Йод тапшылығы ағза үшін ең қауіпті жағдайлардың бірі. Қалқанша безінің жұмысын жақсартады. Психикалық және физикалық жағдайды жақсартады. Мастопатия ауруларына таптырмас ем болып табылады. Жүрек қан тамырлар жүйесінің ауруларын емдейді. Сондай-ақ жүкті әйелдерге қабылдауға ұсынылады. Іштегі нәрестенің жақсы дамып жетілуіне көмектеседі. Сондай-ақ қазіргі кезде ең қарқынды болып жатқан балаларда кездесетін ЗПР, яғни балалардың тілі шықпай қалған жағдайда тілде қандай да бір ақауларды емдеуге қолданылады. Жалпы баланың ми қыртысының, ақыл-ойының жақсы дамып жетілуіне көмектеседі. Балаларға, аналарға, жалпы әйел қауымына өте қажет таптырмас витамин бұл Yodem Kelp деп айтар едім. Yodem Kelp өнімі бұл йодтың ең бай көзі. Йод жетіспесе, йод тапшылығы болса, ағзада көптеген созылмалы аурулар пайда болады. Сондықтан Yodem Kelp өнімін сіздерге ұсынамын. Өз денсаулығымыз бұл зор байлығымыз. Өз денсаулығымызды жауапкершілікпен қарап, осындай пайдалы табиғи өнімдерді қолдана отырып, салауатты өмір салтын сақтайық. Бұл видеом сіздерге пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.